маған дайректке әйелім жаман не істеймін, немесе күйеуім жаман не істеймін сыңайындағы хаттар осы кездері бір жиі келеді. Мен керісінше сол кісілердің өздеріне бір сұрақ қойғым келеді. Әйеліңіз ұнамай ма, оған неғып үйлендіңіз? Ешкім сіздерді қинап, мылтықтың дүмін тіреп қоспаған болар. Осы қызды алмаса өле қалардай болған кім? Қыз кезінде жақсы болып кейін өзгеріп кетті ме? Онда біреудің гүлдей қызын мымыра қылған сіздің өзіңіз ғой. Сізге тиген соң тозып кеткеніне кім кінәлі? Әлгі балаңа боқтық үйретсең түбі өзіңді сыбайды дейді ғой. Сол сияқты жұбайыңыздың тілі шешіліп кетуіне де өзіңіз айыптысыз жігітім. Күйеуіңізге көңіліңіз толмай ма мысалға? Онда оған неғып шықтыңыз? Бір отар қой беріп сізді айырбастап алмаған шығар. Соншалық нашар адам болса, неғып одан бір патырлатып бала тудыңыз? Әлгі апама жездем сай болып тұрған жоқ болса, скандал страданиелеріңіз байым мен қалағандай бола қалмады деген эгоизм ғана емес пе әйтеуір. Ешкімді ештеңемен айыптап тұрғаным жоқ. Менікі ол өзгерсін деп уақыт өткізбей, өзіміз өзгеріп көрсек ше деген бір ұсыныс қой. Проблеманы айналамыздан іздеп жүрген кезде проблема біздің өзімізден болып шықпасын деген сұрақ қой менікі. Әлгі хорошо там, где нас нет деген бір сөз болушы еді ғой. Сол сияқты біздің ауыртпашылық, қиыншылық санап жүргендерімізді көп адамдар Құдайдан тілеп, дұға жасап жете алмай жүрген болуы да әбден мүмкін ғой. Аман болайық.